қалалық музейлер бірлестігінің ұйымдастыруымен Алматы облысы музейлер бірлестігінің қолдауымен тарих пен сөз үндестігі атты тағылымы терең көрме өз шымылдығын түрді. Бұл көрме халқымыздың ұлы тұлғаларының өмірі мен шығармашылығына арналған рухани шара ретінде жас ұрпаққа үлкен өнеге болмақ. Көрме аясында қазақ мәдениетінің тарихында өшпес із қалдырған ірі тұлғалар Сүйінбай Аронұлы, Үмбетәлі Кәрібаев, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев және Мұқағали Мақатаев өмірі мен еңбегіне қатысты құнды жәдігерлер көпшілік назарына ұсынылды. Тарих пен сөз үндестігі атты Алматы облысынан арнайы Шырайлы Шымкентке осындай тақырыпта құнды жәдігерлерімізді түп нұсқаларын алып келіп отырмыз. Бұл жерде біздің Алматы облысының тумалары, тарих деген уақыт әрқайсында бүгінгі ертең тарих қашанда өшпейді, кешегі мен бүгін жалғастыратын ол музей саласы, соның жәдігерлер кеңінен танытатын. Бұл енді меморандум аясында бір-бірімізге деген тәжірибелік әріптестік, жалпы осы руханиятты, мәдениетті, құнды жәдігерлерімізді Шырайлы Шымкентке, жалпы өңірлерге таныстыру мақсатында алып келіп отырмыз. Бір апта бойы осы Абай музейінде тұратын болады. Шымкент жалпы жұртшылығын осы арнайы музейді күтетін боламыз. Бір аптадан кейін осы Түркістан облыстық өлкетану музейінде әрмен қарай жалғасын табады. Әрбір жәдігер біз үшін маңызды. Бұл жұрт айтатын болсақ, Мұқағали Мақатаевтың өзі тікелей пайдаланған, осы 1969 жылы осы Шымкентте арнайы жасалған, былғардан жасалған папкасы. Өзінің тікелей пайдаланған алтын ручкасы. Барлығы да түп нұсқа. Қонаев атамыздың, Үмбетәлі атамыздың, Сүйінбай атамыздың тікелей пайдаланған заттары. Оның әрқайсысы құнды. Экспозицияға келушілер ақындар мен мемлекет қайраткерлерінің өмір жолынан сыр шертетін жеке заттармен, сирек кездесетін қолжазбаларымен, аудармаларымен, шығармашылық еңбектерімен және олардың заманында тұтынған тұрмыстық бұйымдарымен таныса алады. Көрме залына аяқ басқан әрбір адам қазақ поэзиясының тереңіне бойлап, ұлттық өткеннен бүгінге жалғасқан рухани тамырын сезінеді. Мұнда ұсынылған әрбір жәдігер, әрбір естелік бір дәуірдің айнасы. Олар қазақ халқының арман мұратын, өмірге деген көзқарасын, ел мен жерге деген махаббатын паш етеді. Бүгінгі көрме Алматы қаласының музейлер бірлестігінің тұлғаларының тұлғалық экспозициялық көрмесі болып табылады. Әрине, бұл тұңғыш рет өтіп отыр Шымкент қаласында, өйткені бұған дейін осы Жетісу өңірінің тұлғалық экспозициясы келген жоқ. Жалпы біз өте қуаныштымыз. Жалпы енді Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерімен сусындамаған қазақ жоқ, бала жоқ. Оның ішінде өзім де жақсы көріп, жаңаға сүйіп оқыған ақыным болатын. Енді бір өлеңін оқып берейін. Қап-қара ғажап сиқырлы қашпаңдар қара бояудан, қандырып уыз ұйқымды қап-қара түннен оянғам. Қап-қара түнді көрдім де жап-жарық таңға кездестім. Қарасыз сірә мен мүлде әппақтың нарқын сезбеспін деп осылай Мұқағали ақын жырлаған. Әрине, ақ пен қараның ара жігін ажыратып, көбінесе қара түстен қашып жатады ғой, бірақ қарасыз жаңа сірә мен мүлде әппақтың нарқын сезбеспін деп осындай әр сөзімен, әр өлеңімен біздің елімізді, ұрпағымызды бүгінгі күнге тәрбиелеп, мол мұра, рухани мол мұра қалдырған осындай алып тұлғаларымыздың көрмесі бүгін Шымкент қаласында болып жатыр. Біз осы 5 күн бойы өзіміздің жаңа жоспарымызды құрып отырмыз. Осы бұның ішінде біздің жоғары оқу орындарының және орта білім беру орындарының мектептерден оқушылар мен студенттерді біз арнайы шақырып отырмыз. Осы 5 күн бойы тұлғаларымыздың жәдігерлерімен, мұраларымен таныссын деп. Көрменің негізгі мақсаты ұлттық мәдени мұрамызды дәріптеу, рухани құндылықтарды насихаттау және жастардың тарихи санасын қалыптастыру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ғасырлар бойы ата-бабамыз көзінің қарашығындай сақтап келген мұраларды кейінгі ұрпаққа жеткізу басты міндет. Шара барысында көрермендерге арнайы экскурсиялар ұйымдастырылып, әрбір жәдігердің тарихы мен маңызы жан-жақты түсіндірілуде. Музей қызметкерлері әрбір келушіні қазақтың ұлы тұлғалары өмір сүрген дәуірге саяхат жасатқандай әсерге бөлеп, олардың шығармашылық жолы мен өмірлік ұстанымдары жайлы қызықты деректермен бөлісуде. Бүгін бізге Алматы облысының музейлер бірлестігі өзінің арнайы көрмесімен қонаққа келіп отыр. Осы тұрған Хакім Абай музейінің төрінде көрмесі жайғасты. Бұл көрмені маңыздылығы сол өңірлер арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға, сонымен қатар музей ісі саласын
дамытудағы маңызды шара деп білеміз. Біздің жоспарымыз бұйырса келесі жылғы Алматы облысына көрмемен барып, бұл мәдени шараны одан әрі дамытып нығайтсақ деген жоспарымыз бар. Жастар үшін маңыздылығы сол, еліміздегі айтулы тұлғалардың тарихымен, бірінші өмірбаянымен, сонымен қатар олардың тарихталған орнымен және де Алматы облысы өңірінің бай тарихи мәдени мұрасын тануда деп білемін. Музей мамандары әрбір экспонаттың тарихын қызықты деректермен байланыстырып, тұлғалардың өмір жолы мен олардың шығармашылығынан бүгінгі ұрпақ үлгі алатындай мазмұн қалыптастырады. Көрермендер өткен мен бүгіннің арасындағы рухани сабақтастықты сезініп, ата-баба мұрасының қадір-қасиетіне тағы бір мәрте көз жеткізді. Экскурсия соңында келушілерге музей қоры туралы, сондай-ақ болашақта өтетін мәдени шаралар жайлы ақпарат беріліп, рухани мұраға құрметпен қарау, тарихтан тағылым алу жөнінде ой тасталды. Мына қарап отырсам, жәдігерлер өте түпнұсқа, және де олардың қол жазбаларын біздің атақты ақындарымыз бар, тағы басқа үлкен көрнекті тұлғаларымыздың өздерінің күнделікті қолданған жәдігерлерін көріп, одан кейінгі қаншама еңбектерін көріп, өте бір ерекше әсер алудамыз. Әрине біз үшін музей ол сол елдің, халықтың айнасы дейді. Сондықтан мұндай көшпелі көрмелердің болуын әрдайым біз халық қолдайды және осындай ерекше жәдігерлермен танысқанымен өте қуаныштымын. Бұл музейлерге үлкен табыс тілеймін жұмыстарында және де бұл ары қарай жалғасын тапса деген үміттеміз. Тарих пен сөз үндестігі көрмесі тек экспозиция емес, ұлт рухын жаңғыртуға арналған мәдени жоба. Мұнда келушілер қазақ поэзиясының алыптары мен ел тарихындағы көрнекті тұлғалардың рухани әлеміне терең үңіліп, олардың өмір жолынан өнеге алуға мүмкіндік алады. Көрме тек рухани әсер сыйлап қана қоймай, жастардың бойында патриоттық сезім мен шығармашылыққа деген қызығушылықты арттыруға, олардың ұлттық сана сезімін тәрбиелеуге бағытталған. Осындай жобалар арқылы қазақ халқының бай тарихы мен әдеби мұрасы жаңа буынға заманауи тұрғыда жеткізіліп, ел мәдениетінің биік рухы қайта жаңғырады.